сұрақтар дайындадық. Осы сұраққа кім жауап береді, жақсы призға ие болады. Ең алғашқы сұрақ. Нұрсұлтан мен Ақбота қайда танысты? Кім біледі? Талдықорғанда кім айтты? Тоқтасаңыздаршы, варианттар шығып астында. Может, Шымкентте шығар, может, Алматыда шығар, может, Инстаграмда шығар. Кім біледі? Көрейік. Бірінші А. Кафеде. Б. Әлеуметтік желіде, яғни Инстаграм, С. Таныс арқылы дейді. Д. Театрда. Сонымен әлеуметтік желі дегендер бар ма? Шапалақ соғайықшы. Әлеуметтік желі. Так, Талдықорған дегендер бар ма? Бірақ ондай вариант жоқ мына жақта. Таныс арқылы деген кім? Таныс арқылы. Вот, дұрыс емес. Дұрыс нұсқа бізде әлеуметтік желі арқылы танысқан екен. Баяғыда әкесі арқылы, анасы арқылы танысушы еді. Қазірген заманның талабы бойынша әлеуметтік желіде танысып, бақытты болып жатқан отбасылар өте көп екен. Келесі сұрақ. Нұрсұлтанның Ақботаға берген ең алғашқы подаркасы. А. Цепочка. Б. Парфюм, духи. С. Сырға. Д. Гүл. Гүл дейді просто. Бұл енді сәл қиындау сұрақ болады. Осы сұраққа жауап берген адамға приз бере бастаймыз. Так, мына жақта мінекей құдалардан бастайық. Құдағы есіміңіз? Гүлжан. Гүлжан. Нұсқаңыз? Кім? Нұсқа. Гүл. Атыңыз Гүлжан болғаннан гүл деп тұрсыз ба? Так, сырға. Ағамыз сырға дейді. Тағы да. Духи. Дұрыс. Тағы да кім? Цепочка. Дұрыс нұсқаны көрсетейік. Бізде Гүлжан құдағиға жақсы приз. Жоқ, андағы сәл арзандау болады кішкене. Құдағи ғой. Қымбаттау приз. Ана жақта бір не бар ғой? Веер. Жоқ, қалжыңда үлкен бір қымбатты бір кесе, набор. О, міне, пожалуйста, болады. Әкеңіз өзін бере қойын. О, ашып тұрып, мінеке, үйге барып шай ішесіздер. Браво! Рахмет. Келесі сұрақ. Нұрсұлтан Ақботаны қалай еркелетеді? Ал, көріп алайық, біліп алайық осы тойдан кейін. А. Жан. Б. Клод. Не деген варианттар мұнау? Қатыным дейді. Ботам дейді. Так. Болды, айтып қойды мына жақта. Қандай? Жан дейді. Жан, сіз әйеліңізді қалай еркелетесіз? Тура солай еркелетем. Жан деп пе? Негізі жан деп еркелету өте апасына. Жаныңды шығарып жібереді дейді ғой негізі. Так, ботам деген құдағидің өзі ботам деп еркелетеді деп отыр. Так, жан бар, ботам бар. Клод дегендер бар ма? Клод. Клод бар ма? Дұрыс болып қалуы мүмкін. Так, сонымен дұрыс нұсқаны көрсетейік. Бізде ботам. Құдағи. Нұрсұлтанның мамасы. Приз. О, мінеке, как раз көйлегіне под цвет приз апарып бара жатыр. Бере қойыңыз. Жақсы. Соңғы сұрақ. Ақботаның телефонында Нұрсұлтан қалай сақталып тұр? Жаным, жүрек, тигр. О, арыстан дейді. Жүрек дейді, жаным, тигр. Жаным дейсіздер ме? Кім жаным дейді? Осы дастарханға бір приз бермесем болмайды. Жаным, тигр дегендер бар ма? Кім тигр? Сіз Тигр деп айтады. өзіңізді тигрге ұқсайды екенсіз кәдімгідей. Так, олай болса дұрыс нұсқа. Жүрек. Бұл призді мына дастарханға берейікші. Мына, ана, тәте тұра қой. Тұра қойыңыз, аға. Аға, тұра қойыңыз. Міне осы кісіге. Ай, жақсы, рахмет. Мінеке, осылай приздарды ақырын табыстап алайық.